Баршаңызға сәлем достар, сіздермен таң шолпан. Бүгін осындай тәбет ашатын капустадан салат жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Салатымызды дайындау үшін бізге капуста, огурцы және де сәбіз қажет болады. Ең алдымен капустамызды осылай 4 бөлікке бөліп, жақсылап майдалап турап алатын боламыз. Туралған капустамыздың үстіне жарты шай қасық тұз салып, капустаның согын шығарып алатын боламыз. Одан кейін жарты сәбізімізді күштің ірі жағымен жақсылап күштен өткізіп аламыз. Және де огурцымызды сыртын ашсаңыздар да, сыртын ашмасаңыздар да өз қалауларыңыз. Мен осылай сыртын ашыдым, және де осындай көлемде етіп турап алдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Салатымыз үшін қажет заттардың барлығын турап алдық. Ендігі кезекте осының барлығын үлкен ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз. Салатымызды қазір араластыруға ыңғайлы болу үшін, жан-жағына шашылмас үшін осылай үлкен ыдысқа салып аламыз. Барлығын салып болғаннан кейін 9% уксустан 1 шай қасық қосамыз. Және де 1 шай қасық қант қосамыз. Ең соңынан осылай қыздырылған өсімдік майын қосатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Салатымызға мен укроп қостым. Сіздер петрушка, кинза, өз қалауларыңыз бойынша зелендерді қоссаңыздар болады.
Мінекей достар, біздің жеңіл әрі өте оңай дәмді салатымыз дайын болды. Кешкі асқа дайындап жасап көрсеңіздер болады. Сіздермен болған таңшолпан ас болсын.
Баршаңызға сәлем достар, сіздермен таң шолпан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай хрустящий баклажан салатын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен жуып тазаланған баклажанымызды кубиктап турап аламыз. Мен баклажанның сыртын ашымадым. Сіздерге қаласаңыздар баклажанның сыртын ашып, видеода көрсетілгендей кубиктап турап аламыз. Ендігі кезекте барлығын турап болғаннан кейін үстіне жүгері крахмалы немесе картоп крахмалын салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де алдын ала қызып тұрған майымызға осы баклажандарды салып, жақсылап қуырып аламыз. Мінекей дәл видеодағыдай қып-қызыл болып қуырылу қажет. Одан кейін помидорымызды да өз қалауымызша турап аламыз. Орташа немесе үлкен көлемде, өз қалауларыңыз бойынша. Мен салатқа петрушка қостым. Сіздер руккола немесе кинза қоссаңыздар да болады, укроп қоссаңыздар да болады. Дайын болған қуырылған қытырлақ баклажандарымызды салатқа қосамыз. Мен соусқа кисло-сладкий соусты қостым. Ерекше дәм береді. Өзіме дәл осылай жасалған ұнайды. Сіздерге де осылай жасап көруге кеңес беремін. Мінекей біздің ерекше қытырлақ баклажанды салатымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Каналым ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған таң шолпан. Ас болсын.
Сәлем достар, сіздермен таң шолпан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында балаларға өте қатты ұнайтын картошка по-деревенски дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен жуып тазаланған картоптарымызды осылай видеодағыдай бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін алдын ала дайындап қойған тұз, бұрыш және тәтті паприкамызды және де 3 ас қасық сұйық майымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Осы уақыт аралығында духовкаларыңызды 180 градусқа қыздырып қоюға кеңес беремін. Дайын болған картоптарымызды табамыздың үстіне пергамент қағазын қойып, картоптарымызды жақсылап орналастыратын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендегідей жасасаңыздар болады. Қызып тұрған 180 градуста 30-35 минут шамасында картоптарымыз қып-қызыл болып, әдемі болып пісіп шығатын болады. Мінекей достар, пеште піскен картоптарымыз дайын болды. Өздеріңіз қалаған соуспен дастарханға ұсынсаңыздар болады. Сіздермен болған таң шолпан. Видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.
Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Таңшолпан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай балалардың тәттісі пончики дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен жылы сүт, жылы суымызға құрғақ ашытқымызды және де қантымызды салып, апара дайындап аламыз. Одан кейін ұнымызға бір жұмыртқамызды, тұзымызды және де сары майымызды салып, дайын болған апарамызды құйып, жақсылап жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Дәл осы видеодағыдай көтеріліп, осындай болып шығу қажет. Енді қамырымызды жайып, пончиктің формасын дайындайтын боламыз. Барлығы видеода анық көрсетілген. Мен видеода тек қана 8 штук пончиктің видеосын ғана көрсеттім. Негізі бұл қамырдан 15-20 шықты. Пончики шықты. Пончиктің формасын осылай жасап болғаннан кейін бетін жауып, 10-15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қыздар, қамырымыз көтерілем дегенше майымызды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған майымызда екі жағын қызартып, жақсылап пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, осындай болып шықты. Өте жұмсақ, іші толықтай пісіп шықты. Мен пончиктің бетіне осы озеро шоколадын пайдаландым. Оны ыстық суда, кондитерский мешокта ерітіп алатын боламыз. Шоколадымыз дайын болды. Енді пончиктерді батырып, тарелкаға орналастырамыз. Мен осы молочный шоколадты ғана пайдаландым. Сіздер белый шоколадпен жасап көрсеңіздер де болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, өте дәмді болып шығады қыздар. Жасап көруге кеңес беремін. Мен пончиктердің бетіне кокосовый стружки сеуіп шықтым, бірақ тек қана 3-4 штугына ғана. Балаларым онша ұнатпайды, бірақ сәндік үшін пайдаланған едім. Дайын болған пончиктерімізді холодильникке салып, кішкене шоколадын қатырып аламыз.
Мінекей 15-20 минуттың ішінде шоколадтарымыз қатып, пончиктарымыз күшті болып шықты. Қазір арасын кесіп көрсетемін. Толықтай піскен және де өте дәмді болып шықты. Осылай жасап көріңіздер. Сіздермен болған таң шолпан. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да жақсы рецепттерді шығаратын боламын.